Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып математика пәні 115-ші сабақ ұсақтау және төлем жасау тақырыбы. Бүгінгі сабақта балалар монеталар мен есептеулер орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: Әлия мен Сырымның әмияндарында бірнеше монетадан бар. Әлия қандай азық-түлік сатып алуы мүмкін? Сырым не сатып алуы мүмкін? Балалар, төменде Әлия мен Сырымның әмияндарында қанша монета бары көрсетілген. Олай болса санап көрейік. Әлияның әмиянында 2 5 теңгелік, 2 10 теңгелік және 1 20 теңгелік, 1 50 теңгелік монета бар екен. Сонда Әлияның әмиянында барлығы 100 теңге бар екен. Ал Сырымның әмиянында 2 5 теңгелік, 3 10 теңгелік және 1 20 теңгелік барлығы 60 теңгесі бар екен. Мінекей балалар, Әлия мен Сырымның әмияндарында қанша теңгелері бар екен анықтадық. Ал енді Әлия мен Сырым қандай азық-түлік сатып алуы мүмкін екен анықтап көрейік. Әлияда 100 теңге бар дедік, балалар. 100 теңгенің 20 теңгесіне алмұрт, 30 теңгесіне сары өрік, ал 50 теңгесіне қырыққабат немесе кабачки алуына болады, балалар. Ал Сырымда барлығы 60 теңге, оның 40 теңгесіне лимон, 20 теңгесіне алмұрт алуына болады, немесе 30 теңгесіне сары өрік, 30 теңгесіне асқабақ алуына болады, балалар. Осылай бірнеше нұсқасын қарастыруларыңа болады. Екінші тапсырма: суретте 2 тауарды таңда, олардың бағасын айт, есептер құрастыр және шығар. Мұнда балалар сызба берілген, сол сызба бойынша есептер құрастырып шығарайық. Өрік 30 теңге, қияр белгісіз, бірақ өріктен 20 теңгеге артық. Шешуі: артық болса балалар қосамыз, 30-ға 20-ны қосамыз, 50-ге тең. Жауабы қияр 50 теңге. Екінші сызбада лимон 40 теңге, алмұрт белгісіз, бірақ лимоннан 20 теңгеге кем. Кем болса балалар азайтамыз, 40-тан 20-ны азайтсақ 20-ға тең. Жауабы алмұрт 20 теңге. Келесі асқабақ 30 теңге, қияр 50 теңге. Қайсысы артық немесе кем екен тап дейді. Нешеу артық екен табу үшін 50-ден 30-ды азайтамыз, сонда мәні 20-ға тең. Демек жауабы қияр 20 теңгеге артық екен. Осы сияқты балалар, сендер де суреттен 2 тауарды таңдап, есептер құрастырып шығаруларыңа болады. Үшінші тапсырма: теңдік пен теңсіздік құрастыр. Мұнда балалар түрлі монеталар берілген. Осы монеталардан теңдік пен теңсіздік құрастыруымыз қажет. 10 теңге, 5 теңге, яғни 15 теңге немесе 20 теңге. 20 теңге артық, балалар. 1 теңгелік, 2 теңгелік және 10 теңгелік барлығы 13 теңге, немесе 10 теңгелік және 5 теңгелік барлығы 15 теңге, яғни 13 немесе 15. Әрине 15 артық, балалар. Келесі 2 20 теңгелік, яғни 40 теңге болады, немесе 50 теңге. Әрине 40-тан 50 теңге артық болады. 1 10 теңге, 2 20 теңге барлығы 50 теңге, немесе 50 теңге. 50 мен 50 тең болады, балалар. Төртінші тапсырма: суретке қара. Қай арбадағы тауар ауыр? Барлық тауардың массасын есепте. Бірінші А арбасында 4 килограмм асқабақ, 4 килограмм картоп және 2 килограмм сарымсақ. Сонда барлығын қоссақ 10 килограмм екен. Ал екінші Ә арбасында 3 килограмм қауын, 1 килограмм кабачки, яғни кәді дейміз, балалар. Барлығы 4 килограмм екен. Ал үшінші Б арбасында 4 килограмм картоп, 3 килограмм пияз, 2 килограмм сарымсақ. Барлығы 9 килограмм екен. Демек балалар, А нұсқасындағы арбада тауар ауыр екен. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар.
келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.